Мен бірінші рет шашымды жайып видео түсіріп жатырмын, сондықтан мен қазір қалай көріп тұрғанын білмеймін. I'm Suzubi. Хей, сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Бүгін бізде реакция, яғни 6 минут алдын ғана Мэдменнің жаңа бейнебаяны шықты, ол хикая атты өлеңіне, сондықтан тезірек созбай бастайық. Бүгінгі видео өзінің дауысы ерекше болып жатса, онда сіз қателеспедіңіз. Мен өзіме жаңа микрофон сатып алдым. Менің ең бірінші микрофоным распаковкасы менің екінші арнамда. Ол жақта мен қалай ашқаным, менің ең алғашқы эмоцияларым, реакцияларымды сол жақтан көре аласыздар осы видеодан. Және менің ойымша дауыс жақсырақ болды. Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, дауыс қалай вообще. Сондықтан қазір сіздер жаңа дауыспен. Ал біз болса Мэдуихтер әлі күтіп отырмыз. Жаның ояума, менсіз бояулардан сен мені кері төрт, әбден шаршадым, білем, өмірің қанша мұң сен. Осы өлеңге менде дэнс кавер бар, сондықтан менің инстаграмға кіріңіздер. Мені білмеймін қалай 22 минутта әлі клип жоқ. Құрметті достар, сонымен клип шықты. Қазір көрейік. Бастайық. Күшті өлеңі. Бірінші рет өлеңін естіп тұрмын. Алдын ресми аудиосы шыққан болса да, бірінші рет естіп тұрмын, сондықтан өте қатты ұнап жатыр өлең. Рэмнің дауысы, конечно же, топ. Сезімге толы хикая. Қандай әдемісіздер. Образдарын біз бүгін Instagram желісінен көрдік. Уже шок болып қойғанбыз. Өте күшті образдары маған ұнайды. Бәрі жалғыз отыр. Маленький өмір енді ғана байқамадым. Локациялары өте атмосферлы. Вторым настроение шоу. Ой. Рэп күшті. Рэп өзінің қазақша рэпін кәдімгідей көтерген. Негізі әркімнің өзінің рөлі бар. Жақта оны бір еніп сол текстке қарап көру керек. Азғантай ғана қалды шыда шу әдем күн менен туды, бірақ мүмкіндігін таян да барым тек күмәнсіз өзің даяма уақыт кетпей Күшті арқылы. Бәші күшті. Өздерінің топтары жайлы хикая ма?
бірақ сезімге толы. Стильдері өзгеше. Сточкаларын түсіріп. Керемет. Өте атмосфера. Уже 1000 адам көріп тастады. Менде комментарияларын оқиды. Разнется, это что-то. Да. В ближайшие 3 минуты будут офигенными. А так-то. Жалпы айта кетсек, Мэдбен жылдан жылға өзінің керемет туындыларымен бізді таңғалдырып жатыр. Әуен жағынан қателеспесем бұны жазған Рахат, иә? Қазір көреміз. Song by Рахат Мысықбай. Lyric это Жұлдыз. Жұлдыз. Бөпе, кәдімгі Жұлдыз, иә? И Рахат. Короче, топ. Рэм, сен саған әрдайым шабыт болуыңды тілеймін, себебі күшті өлеңдер шығарасын. Мэдмен өзінің сапалы дүниелерімен, яғни жылдан жылға дамып, бізге осындай керемет туындыларды сыйлап жатыр. Үлкен рахмет. Жалпы Мэдмен Мэдвейвтарын өздерін қуантып жатыр. Солай жиі камбэктеріңізді күтеміз. Шыны керек. Ребята, вы молодцы, человек просто разными синими глазами, сіздерге көп рахмет, сіздерге әркез қолдаймыз, я просто голос Хая просто услада для ушей. Да, Хайдың дауысы маған прям кәдімгідей жағады, десечін. Рэмдікі вообще, негізі бәрінігін айта берсең өте керемет. И рэп вообще кәдімгідей көтерілген. Субтитры бар ма ана жақта? Вроде жоқ. Мен жаңа қосқым келіп еді. Английский создан автовощен. Жаль. Давайте тезірек субтитры жазып тастайық, иә. Короче, күшті ұнады. Енді бар болғаны клиптің мәнін түсіну, неге арының көзі жұмық, неге бәрі жалғыз отырып, сосын Хай біреуз отырып қасына мэттар келіп, сосын ғана бәрі көңіл көтереді. Жалпы бұл өлеңнің текстіне назар аударып, барлығын қарап, бір мәнін білу керек. Шыны керек, себебі тексті мен ойымша керемет жазылған. Әрине Жұлдыз және Рахат. Аттакта. Сонымен Мэдмен сіздерге үлкен рахмет. Комменттеріңіз құтты болсын тағы да. Бізді әлі де керемет туындылармен қуантады деген ойдамын. Сонымен сіздердің болған мен Аружан. Менің реакциям ұнады деген ойдамын. Жалпы осы бейнебаян жайлы өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Маған лайк басыңыздар осы видеоға. Сонымен арнаға тіркеліңіздер. Сау! Мэдмен, кішікменіздер, шок келесі де, пожалуйста. Бірақ жаңа олар тікелей эфир істеді, так что керісінше олардың толқу үстіндегі көңіл күйлерін көрдік. Да, они все такие красивые. Чувачки красивые. Хикая. Короче, мен тағы да тыңдаймын. Тағы да ләззаттанамын. Сондықтан пока. Сезімге толы хикая. Can you see my life right to the stars?